Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін үй жағдайында чипсы дайындайтын боламыз. Балалардың сүйікті асы, яғни барлығына ұнай беретін чипсы дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар, және де жанындағы қоңырау бас кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен өте керемет дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ал достар, ең алдымен бізге шамамен осылай көлемдері 1-3 дана картошкамызды алып аламыз. Қабығынан ашып тазартып аламыз. Енді осы картошкаларымызды жіңішке етіп қолмен турасаңыздар да болады, немесе арнайы теркамыздың көмегімен жасасаңыздар да болады. Менде арнайы теркасы болмағандықтан барлығында өте жіңішке етіп, жұқалау етіп қолмен турап шықтым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай менің картошкаларымды өте жұқа етіп, барынша жұқа етіп турауға тырыстым. Өте керемет болып шықты осы қалыңдықтың өзінде де. Достар, мұнда мен Instagram парақшам бар. Instagram парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мінекей барлығында осылай турап шығатын боламыз. Мінекей менің картошкаларымның барлығы да турап алдым, дайын. Енді осыны салқын суымызбен тазалап бір жуып алатын боламыз. Келесі кезекте бізде жаңағы тазалап жуып алған картошкаларымызды осылай қайнап тұрған суымыздың бетіне біраз қасық шамасында тұз, біраз қасық шамасында 6% уксусымызды құйып, картошкаларымызды кемі 3 минутқа қайнатып алатын боламыз. 3 минуттан көп ұстамаңыздар, 3 минут бізге жеткілікті. Мінекей, енді кезекте осы қайнап тұрған картошкаларымызды сүзіп аламыз. Қайтадан салқын суымызға жуып алатын боламыз картошкаларымызды. Салқын суымызға жақсылап жуып алғаннан кейін, енді картошкаларымызды қайтадан сүзіп алып, крахмалмен, кез келген крахмал, картофельный крахмал, кез келген крахмал жарай береді. Осылай араластырып, жақсылап бір-біріне араластырып алыңыздар. Осы картошкаларымызды қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дана-дана етіп саласыздар, және көп салып жүрмеңіздер. Осылай жақсылап екі бетіне ауната отырып қуырып алыңыздар. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді. Әсіресе менің отбасыма, балаларыма қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда менің каналымнан керемет дәмді рецептер күтіңіздер. Достар, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бізге ас болсын.